Қайырымды 20 игі іс. Осы акция аясында бүгін мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мектеп оқушылар арасында спорттық ойындардан жарыс өткізді. Бүгінде бұқаралық спортты дамыту мақсатында барлық жерлерде аула клубтары бар. Алаңдарда кез келген жастың бос уақытын тиімді өткізу үшін мол мүмкіндіктері қарастырылған. Тараз қаласына орналасқан осындай алаңдардың бірінде бүгін тартысты ойын өтті. Спорттық жарыстар 2 ойын түрінен ұйымдастырылған. Қалалық мектептерден іріктелген 6 команда кіші футболдан бақ сынады. Ал ойшылдар ойыны шахматтан 10 оқушы өзара сайысқа түсті. Балалар бос уақыттарын осылайша тиімді пайдаланды. Әрі ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай спорттық жарыстар жасөспірімдер арасындағы қылмыс пен заң бұзушылықтың болдырмаудың алдын алуға септігін тигізбек. Кешке дейін өткен қызықты сайыста қатысушылардың барлығына сыйлықтар үлестірілді. Ең бастысы, үздік жас спортшыларға алғыс хаттар табысталды. Айта кетерлік, биыл жылы аталып өтетін маңызды мерекелер құрметіне бұл айлық еліміздің барлық аймақтарында ұйымдастырылуда. Мен шашкиді кішкентай кезімнен бастап ойнадым. Далада қыдырып жүргенше үйде шашки ойнап отқан жақсы емес пе? Үйде шашки ойнап математика сақты, ойланып миымызды дамытып шашки ойнап жүрміз. Бүгін мен жарысқа келгенім себебі шашки ойнап отып бәрінен осып кетемін деп ойлаймын.